Барлығыңызға да сәлем, сіздермен бірге және бүгін біз сіздермен креативті Майнкрафтты қайттан жалғастыратын боламыз. Көріп тұрғаныңыздай менің артында өте әдемі, өте нән постройканы көріп тұрсыз. Ал біз бастаймыз. Көріп тұрғаныңыздай айтқанымдай мен уже мына постройка өте әдемі, өте үлкен және өте қиын болды строить етуге. Бұл дракон или жылан, білмедім, әйтеуір дракон, айдаһарға ұқсайды. Көріп тұрғаныңыздай мынау әртүрлі блоктардан жасалған. Қазір көрсетейін сізге. Бұл дейтін желтый стекло, красный, фиолетовый, оранжевый және синий стеклодан жасалған. Ол стеклолармен мен жердің барлығын декорировать еттім. Көріп тұрғаныңыздай нам барлығы осындай әдемі әртүрлі түсті стеклодан жасалған. Ал тілі мен жерде фиолетовый болады, мұрны мен жерде сары. Өте әдемі болып тұрады және өте келісіп тұрады деп ойлаймын. Мына жыланмен, ал көздері мен жерде обсидианмен жасалған. Оның өзде адамға типа көзіне қарап тұрған кезде өлтіреді деп болады. Мен жерде мүйіздері оның сүйектен жасалған. Көріп тұрғаныңыздай дұрыс сияқты, меніңше барлығы дұрыс мен жерде уже көрінеді. Мен жерде көріп тұрғаныңыздай мен жерде шипылар шығып тұр. Мен жерде қалай айтуға қазақша білмедім, әйтеуір шипы шығып тұрады. Мен оны дұрыс жасай алған. Заттан қардан оның барлығы дұрыс көрінбей тұр. Мен жерде оның барлығы бар. Мен қазір еще салып отырмын сіздерге тағы да көріну үшін, себебі мынау видеоға көрінеді ғой, себебі мынау барлығы деп оймен салдым. Міне көріп тұрғаныңыздай барлығы мүйіздері. Ол мындай мына башняны жамылып алды дейін ба, қалай айтуға болады, мен білмейдім ол сөзді. Айтқанымдай жамылып алды деп болады. Міне көріп тұрғаныңыздай әдемі болып тұр. Мына башняның ол хранителі немесе қалай айтуға болады, қазақша білмедім, қорғаушысы дейік, охранник, короче. Мына башняның охраннигі деуге болады. Мына башняның қалпағы көріп тұрғаныңыздай лазуриттен жасалған. Но если сіз кинолар бірдеңе қарасаңыз, но башня мага екенін білесіз. Башня мага дейтін міне көріп тұрғаныңыздай еловый доскалардан жасалған. Көрсетейін, ел доскаларынан, ел деревосынан жасалған және мен жерде кірпіштен жасалған, каменный кирпичи дейді. Мен жерде көріп тұрғаныңыздай тағы да люктармен барлығы безендірілген, люктар мен заборчиктан. Сіздерге мынан барлығын көрсетіп жатырмын, себебі сіздер мындай постройка салғыңыз келсе, осы блоктарды қолданып сала аласыздар. Міне тағы да плита из каменных кирпичей, бұл блоктардан жасалған және мен жерде шөптермен безендірілген. Хвоя деген сол елдің шөбі болып саналады. Солмен жасалынған. Міне көріп тұрғаныңыздай мен жерде тағы да замшелый каменный кирпичимен барлығы тағы да безендірілген. Айтқанымдай, ой, кешіріңіз, мен жерде жаңбыр жауып кетіпті. Қазір мен команда жазып барлығын алып тастайын. Көріп тұрғаныңыздай барлығы енді жаңбыр қояды, потихоньку қойғаннан кейін уже ары қарай түсіре беруге болады. Міне көріп, ой, мен жерде кешірім сұраймын, мен жерде дұрыс жетпей қалыпты барлығы. Міне сіздерге көрсетіп жатырмын, себебі сіздер өздеріңіз мындай салғыңыз келсе, выживаниеда немесе творческийда смело сала бере аласыздар. Но барлығы смело лайк заслуживать ететін сияқты. Мен сейчас лайк қойсаңыз, мен өзімде қуанышты боламын. Сіздерден лайк вообще сұрамайтын едім. Мына постройкаға мен сұрайтын болармын деп ойлаймын. Мына постройкаға өте көп уақытым кетті. Сол үшін мен сіздерден сұрағым келіп тұр лайкты. Мына видео 500 лайк жинаса, мен өте қуанышты боламын. Жинайтынына мен күмәнім бар, бірақ по-любому мен сондай лайк алғым келіп тұр. Міне көріп тұрғаныңызда мен жерде КПП деген зат бар, контрольно-пропускной пункт. Қазақша қалай аталатынын білмеймін, мен жерде жазылып тұр. Мен айтқанымдай барлық постройкаларында историялары бар. Постройка вот, например, контрольно-пропускной пункт зачарования огненных змей. Огненные змей дейтін менің РПГ бойынша, РПГ дейін ба, қалай айтуға білмеймін, историям бойынша ол дейтін бір клан, үлкен клан, который өте көп заттармен айналысады, бизнес және басқа да бір заттармен. Но соның зачаровальнасы. Зачаровальна дейтін, сіз білетіндей, зачаровательная книгалар бар екен білесіз. Сол зачаровательная книгаларды мен мұнда зачарованиялармен айналысатын жер. Міне көріп тұрғаныңыздай мен жерде охранниктар бар. Мен жерде Владимир деген охранник және Див. Мә, неге аты өзгеріп кетті? Мен сені өзгертіп едім ғой атынды. Мынан барлығы сіз көріп тұрғаныңыздай Custom NPC деген модпен жасалынған. Қазір көріп тұрғаныңыздай мен сіздерге көрсетемін. Мен жерге атын не деп қояды? Боря деп қояйық. Боря, орысша аты болады орда барлығында.
орыстар жұмыс жасайды. Орыстар жұмыс жасайды деуге болады. Бізге міне көріп тұрғаныңыздай мынаның ішінде тағы да бір броня бар деуге болады. Сосын тамақтар бар. Мына жерде сосын зачарованный заттар солмен айналысады. Мына жерде отыратын жерлер, сіздер өздерінің очередьтерді күту үшін мына жерде Армат пен Степан охранять етіп отыр. Міне сен қолынан қазір тұр. Мына кітапты ала салайық. Мен кітапты сізге әдейі жаздым осы сәт үшін. Менде 3 рет мына кітап дұрыс жазылмай қуып кетіп тұрды, бірақ все-таки жаздым. Книга клана дейді. Книга правил посещений башни зачарований клана огненных змей. Если сіздер орысша білсеңіз, мынаны барлығын қиналмай түсінесіздер. Любой вред, нанесенный башне, должен караться с штрафом дейді. Если мына башняға бірдеңе тигізсе, кесірін тигізсе, адам штраф төлеуі керек болады. А драки на территории башни категорически запрещены дейді. Мына башняның территориясында қырылыстар болмайды деген сөз. Қырылсаңыздар, оның барлығы сіздерді өлтіріп тастау мүмкін ол үшін деген сияқты. Майнкрафтта өлтіру ондай қатты страшный зат емес, сол үшін оның барлығы ондай қорқынышты да емес. Големы должны переключаться в режим битвы только в критических ситуациях дейді. Мынаның түсінігі бойынша сіздер бана көргеніңіздей мына жерде големдар бар. Големдар дейтін мына жерде охранять етіп тұр. Оны қосу үшін тек қана өте қиын жағдайларда қосуға болады деген сөз мына жерде. Мен сіздерге оның барлығын дұрыс түсіндіріп отырған жоқпын, себебі мен өзімде де қазақшаға аударған кезде қиналып отырмын, себебі кешірім сұраймын. Мына жерде цена деп тұр, білетін боларсыздар, цена деген сөзді. За проход на территорию башни ғой, кешіріңіз. Мына жерде ошибка жіберген. На территорию башни и разовое использование зачаровательного стола и опытного мага-зачарователя клана стоит 4 алмаза деп тұр. Мына жерде айтып тұрған сіздерге түсіндірейін. Мына башняның территориясына кіруге және бір рет зачаровать етуге затында 4 алмаз тұрады. Ол өте жоғары баға, бірақ все же ол дейтін тұрады деп ойлаймын. Себебі мұнда менің хикаям бойынша зачаровательный стол өте сирек кездесетін зат. За эту цену клиенту предоставляется высшее качество обслуживания, пока клиент соблюдает правила заведения. Кешіріңіздер, мен ежіктеп жатырмын, себебі мен слух оқығанда орысша өте қатты қиналамын. Мен кітаптар оқыған кезде ішімнен оқып үйренгенмін, және бұлай оқыған кезде маған неприятно. Мына жерде айтылғандай, сол бағаға 4 алмазға мына жерде өте жақсы обслуживание беріледі. Мына жерде барлығы сіздерге жақсы обращаться етеді. Сон барлығы, конечно же, ол пока сіз дейтін мына жердің правилаларын ұстанғанша. Охрана не должна проявлять никакой враждебности по отношению к клиенту. Любое неуважение и грубость по отношению к добросовестному клиенту будет караться. Кешіріңіздер, ары қарай оқымай-ақ қойын, өте көп сөз екен мына жерде. Оның барлығын оқып отыру өте көп уақыт кетіреді. Сіздер мына жерде видеоны тоқтатып, мына барлығын оқи аласыздар. Мен сол оқығанды жақсы көремін, себебі сіздер менің мына барлығын оқып, менің трудың барлығын бағалайтын боласыздар. Мені көріп тұрғаныңыздай мына жерге барлығына история жаздым, ойластырдым. Болашақта оның барлығы өте үлкен қалаға айналады. Сол кезде барлығы өте күшті болады. Мына жерде нарушение барлығын оқисыздар. Міне мен сізге берейін, Степан, өз кітабыңызды мәніз ұстаныз кітабыңызды. Ал енді мен көріп тұрғаныңыздай кірем мына башняның ішіне. Башняны до этого көріп тастадық барлығын. Міне көріп тұрғаныңыздай мына жерде булыжниктан жасалған вход. Мына жерде бізде Аркадий мен Жора встречать етеді. Бұналар уже охранниктар емес, мыналар страждар. Көріп тұрғаныңыздай қолдарында мечтар. Мыналар уже соғысқа дайын тұрған адамдар. Много. Ал енді, мен мына жерде көріп тұрғаныңыздай 2 железный голем уже мыналар типа дайын тұр. Керек болса сендерді соғып тастайды. Ал мына жерге келсеңіздер, кешіріңіздер, мен мына жерде ұйықтап түнді пропускать еткенім. Мына жерде қазір айтайын. Сергей, маг, который ждет своей очереди. Сергей дейтін мені көріп тұрғаныңыздай өз очередін күтіп тұрған адам. Мына жерде Борис дейді. Борис, мужчина, который хочет устроиться стражем дейді. Мына жерге, жұмысқа тұрғысы келген адам мына жерге келіп тұр. Талмуд дейді. Маг, ешкім білмейді кім екенін. Кімсің сен? Кімсің айтмаған? Кімсің? Көздерін сары. Ведьмаксың ба?
Артер мына жерде Кирилл, глава стражи дейді. Мынардың барлық страждардың көріп тұрғаныңыздай Юраның, мына жерде Жора, Аркадий, Эйстің барлығының бастығы. Мына жерде Нұрлан болса қызық болатын еді атын. Міне старейшина Кирилл дейді. Міне зачарователь третьего ранга, маг зачарователь дейтін. Зачарователь дейтін көріп тұрғаныңыздай мына жерде кітап. Осы жерде өздерінің чарыларын жасайсыңдар. Мына жерде любой затты қоясыңдар. Қазір любой мечт алып шығайын. Күте тұрыңыздар. Мечт аламыз да, мына жерге қоямыз да, зачаровать етеміз. Ой, бізге күшті мечт түсті ғой, кәдімгідей. Алтта. Дарс. Сен ұрмайым. Мына жерде көріп тұрғаныңыздай барлығы тұр. Мына жерде кешіріңіздер, мұнда алмаздар салып қойған дұрыс болатын бар. Себебі сол кезде более реалистичный болады деп ойлаймын мен. Қазір мына жерден кетке. Қайдағы? Маған не керек? Ол заттардың барлығы мусор ғой ол. Мұндай заттар тұрған кезде. Мына барлығы. Короче, мына Кирилл дейтін мына жердегі зачарованиямен айналысатын адам. 3-ші ранг дейтін ол өте жақсы ранг болып саналады. Менің ойым бойынша ондай рангқа жеткен адамдар өте көп өмір сүреді және ұша алады. Ұша алған кезде олар типа мактары ғой, мактары шалмаған біртүрлі болады. 2-ші рангтан бастап мактары шалады. Мен оның барлығын қазір жазып жатырмын. Менде текст бар. Менде примерно 20 бет текст жазып тастадым уже соның историясы бойынша. Көріп тұрғаныңыздай қолымда лук бар, керек болсын да біреуді соғып тастай алады. Қазір көрсетейін сізге. Мынаған еще мен дейтін барлығын настроить еттім. Қазір көрсетуге болады, көрсетейін. Мына видео ұзаққа созылып кетейін деп жатыр, бірақ оның барлығы қызық болар деп ойлаймын сіздерге. Міне көріп тұрғаныңыздай мына жерге имя, название, модель дегендей кешіріңіздер, барлығы дұрысталынған. Текстурасы банаға мактың, сосын мына жерде характеристики, оның ода 80 жизнь бар, значит ода 40 жүрек бар. Менде вот, например, 10 ғой, ода 40 жүрек. Менен 4 есе үлкен. Сосын рукопашный силасы менен 2 есе үлкен. Барлығы сосын ұрған кезде отпен ұрады. Мына жерде барлығы, типа, мені көріп тұрғаныңыздай ода лук бар, ода стрелы бар. Мына жерге зачаровать етіп қою керек еді. Қазір сіздер кідіре тұрыңыздар. Мен дейтін зачаровать дейінде оның логин. Сила 4, прочность, мощный лук, ода мощный лук бар. Мені көріп тұрғаныңыздай барлығы енді дұрысталды. Сіздер мынадан біткен болар деп ойлайсыздар, бірақ жоқ. Мына үстінде тағы да адамдар тұр, көріп тұрғаныңыздай. Мына жерде no кім, білмейші кім. Какой-то дед дейді, архимаг гость дейді. Мына жерге қонаққа келген адам болып тұр ғой. Мынау дейтін архимаг дейтін, ол дейтін уже ұшалады. Ұшалған кезде ол қалай ұшалады десеңізші. Ой, кешіріңіздер, мен дейтін кідіреп тұрмын. Барлығы сөздерім құттай бір жерге барып келіп, қазір шаршап тұр едім, кешірім сұраймын. Мына жерде рыцарь паладин дейді, Аристора. Ода да силасы барлығы өзгерген, көріп тұрғаныңыздай, ода здоровье 20. Сосын ұрған кезде 5 есеге ұрады бізден көрі. Каждый удар бізден мощный ғой. Сосын зәт мына жерде тағы да Тиаран дейді. Мына жердің набашняның уже зәті қайтты. Владельцы. Сіздер түсінсеңіздер түсінесіңдер, түсінбесеңіздер обидно. Ой, кетпе. Старейшина Кирилл дейді. Екеу. Қайда кетіп қалдың сен, Кирилл? Тығылып қалыпты. Кешіріңіздер, мынау баг бар. Міне, олда да бір өзгерістері бар. Ол дейтін уже мощный ол. Рукопашныйда уже 6 есеге ұрады бізден. Скорості ода жылдам ұрған кезде дық деп ұрады. Бір түрлі көрсеттім, кешірім сұраймын. Енді осыдан да бітті деп ойлайтын боларсыздар сіздер. Бірақ жоқ, мына жерде тағы да Альдини Сперо аттарын өзгертуге мүмкіндік берді. Кешіріңіздер. Осындай адамдар қорғап тұрады. Мына адамдарды если мынарға біреу шапқын жасаса, мынар атып шығады. Соларға шапқан адамдарды өлтіріп тастайды. Кешіріңіздер, мына жерде характеристикаларын өзгертіп бердім, себебі мына видеоны түсіруге асықтым. Міне көріп тұрғаныңыздай барлығы да бітті. Міне көріп тұрғаныңыздай іштері простой, ондай көп әдеміліктер жоқ. Скоро мен дейтін мына кланды огненный змей деген көбейтетін боламын. Сол кезде барлығы уже интереснее болады. Көріп тұрғаныңыздай мына башня өте әдемі. Скоро ан жерде сіздер айтпақшы, менен қонақ үйін өте көп сұраватсыздар. Мен міне көріп тұрғаныңыздай салып атырмын. Міне құтақаштай постройка. Құтақаштай емес, на самом деле, но неп-нем постройка. Ол дейтін көріп тұрғаныңыздай қонақ үй алдына неп-нем постройка, который реально неп-нем бар ғой. Нам барлығын салам деп өліп кеттім бар ғой. Неше 2 апта салып атырмын, әлі бітпей қойды. Мынаны салып отырған, ол дейтін уже
просто адамдар тұратын жері болады. Мына 8 этаж болады, көріп тұрсаңыздар қазір 1 2 3 4 5 тағы да 3 этаж қалды. 3 этаждан кейін бітеді. Іштері әлі толған жоқ, тек қана 3 этажын толтырдым. Үйлерін каждый этажда 30 шақты үй бар. Енді елестетіп көріңдер барлық үйді салу. Оның барлығы өте ұзаққа созылады. Ал көріп тұрғаныңыздай мына үйді салып болдым. Сіздерге ұнаса лайктарыңызды басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Сіздермен бірге болған Эйс. Барлығыңызда сау болыңыздар.